әріптестер білесіздер, мен келгеннен бері бүгін ровно 5 ай болды мен тағайындалғаныма. Сіздерге айтып келе жатырмын. Адал істеуді сұрап жатырмын. Адал істеңіздер деп қайта айтуын білесіздер. Мен білемін араларыңызда мемлекетшіл, адал кісілер көп, көбілеріңіз сондайсыздар. Сіздерге сендім де ешқандай жаңа ауыстыратын ойым болған жоқ сіздерді. Бірақ білесіздер кеткен кісілерді. Олар уже сөзге көнбегеннен кейін кетті, өздерінің артынан былықтары бар. Сіздерге нақты айтқан болатын бұның бәртеріңізді. Өткен нәрсені қалдырып, қазір жаңадан бастаңыздар жұмысты. Шын адал ниетпен. Бірақ өкінішке орай сол айтылып жүргеннің бәрінде арамызда сатқындар бар. Айтқан сөзге, уәжге тоқтамай, өткен жылдан бері қаншама осы әңгімені тыңдап отырып, артымыздан ұшақтыққанмен бірдей. Профилактикалық шаралардың түсіндірме жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Өзіңізде қанша айтасыз, финансыда бірақ көбі деген оның бәрін түсініп жатыр, бірақ араларыңызда сол превентивті түрде профилактиканың түрін түсінбей жатқан әріптестер бар. Сол әріптестердің біреуіне бүгін сұрақтар болады біздің тергеу басқармасында. Сол себепті сұрақтар берсеңіз. Бір рет емес, бірнеше рет айттым. Ол жерден алып кетіңіздер. Всем оставаться на своих местах, работать в антикоррупционных службах. Назад Мухтарович выйдет. Меня зовут Викмурат Кизлаев. Выполнить следственное управление. Вам необходимо с нами проследовать для проведения следственных действий в рамках возложенного уголовного дела. Имеет соответствующее постановление. Ребят, әріптестер, дұрыс түсініңіздер сіздер. Баса менің уже амалым алмады. Білесіздер, 5 ай бойы сіздерді сұрап келе жатырмын. Әріптестер, адал істейік, адал қызмет етейік. Мен сіздерге жау емеспін. Мен қолымнан келгенін аямаймын сіздерден. Егер дұрыс жұмыс көрсетсеңіздер, мен бірге боламын сіздермен әрдайым. Ниеттеріңіз дұрыс болса. Осыған дейін ойлаған боларсыздар, жаңағы әшем әңгіме деп. Әңгіме емес, ол менің шын позициям, менің де тапсырмам тағы маған берген. Мен одан қайтпаймын ешқашан. Қаланы жөндеп бір жағына шығаруға тырысамыз қолдан келгенше. Президентіміз тапсырма беріп отыр. Ақшаны ұрламаңыздар. Халықтың ақшасы ол, сіздердің бала-шағаларыңыздың ақшасы. Сіздерге бір сабақ болсын. Бұдан кейін осылай болады. Әрқайсыларыңызбен егер қоймасаңыздар. Бірге жұмыс істейік. Мен сіздерді сыйлаймын қызметкер ретінде. Әрине адам тағдыр, бірақ әр адам өзінің тағдырына жауапты.